Келес ауданында Таза Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру бойынша қоқыс полигондарын реттеу, қалпына келтіру жұмыстары жалғасуда. Себебі Түркістан облысында қатты тұрмысты қалдықтар тастайтын полигон орындарын оңтайландыру және талапқа сәйкестендіру үшін арнайы 2024-2026 жылдарға арналған іс-шара жоспары бекітілген. Бұл мемлекет басшысының тікелей бастамасымен қолға алынған Таза Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру бағытындағы жүйелі жұмыстың бірі. Сондықтан Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров аудан қала әкімдеріне қатты тұрмысты қалдықтар тастайтын полигондарды талапқа сәйкестендіру қажеттігін тапсырған еді. Яғни бей-берекет қоқыс орындарының алдын алу бағытында тиісті жұмыстарды күшейту басты міндет. Айталық, Келес ауданында бұған дейін жалпы саны 15 қоқыс полигоны болса, былтырғы жылы соның тиімсіз деп табылған 8-і жабылып, қалған 7-еуін талапқа сәйкестендіру жұмыстарының алғашқы кезеңі жүзеге асқан. Бұл бағытта негізінен аудан орталығы Абай елді мекеніндегі полигонның аумағы кеңейтіліп, қоқыс қалдықтарын сұрыптау және өңдеумен айналысатын серіктестікпен келісім жасалған. Сондай-ақ полигон айналасын қоршау жұмыстары толыққанды жүзеге асырылмақ. Бұл туралы Келес аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Абдуллаев Алмас Мейірланұлы мәлім етті. Мемлекет басшысының Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында 2025 жылы ауқымды жұмыстар атқарылды деп айтуға болады. Бізде жалпы 83 елді мекен болатын болса, 83 елді мекеннің бәрінде қазір бізде қатты тұрмыс қалдықты тасымалдау бойынша арнайы мекемелер анықталған. Қазіргі таңда жұмыстарын жүргізіп отыр. Енді халыққа да түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отыр. Енді бұл жерде жария келісімшартқа отырылады халықпен. Жалпы бізде аудан аумағында 135 мың халық болатын болса, 15 қатты тұрмыс қалдықтар тастайтын полигон болған. Өздеріңізге белгілі, аудан 2018 жылы құрылған. Сол 15 полигонымыздың 2025 жылы біз аралап, көріп шықтық. Соның 8 полигонның бізге қажеттілігі жоқ деп тоқтату жұмыстарын жүргізіп, 25 жылдың соңында полигондарды жаптық. Қазіргі таңда 7 полигонымыз бар. Олардың ең үлкені аумағы жер көлемі 4 гектар болатын. Ол бізде Абай ауылы. Қазіргі таңда толыға жақындаған. Біз 2025 жылы сол жерден қосымша 20 гектар қарастырдық. Қазір құжаттарын бәрін рәсімдеп қойдық. Енді сол полигонға қатты тұрмыстық тастайтын полигон, Абай ауылының полигоны. Ол жерде бізде жалпы сол айналадағы 30 елді мекенді қоқысқа тастайды деп жоспарлап отырмыз. Соған байланысты біз қазір Таза болашақ мекемесі бар бізде облыс көлемінде. Осы сұрыптау жұмыстарын жүргізіп жатқан Таза болашақпен келіссөздер жүргізіп жатырық. Өздерінің жаңағы бизнес пландарын алдық, олардың қазір қарастырып жатырық. Енді біз сол полигонға электр қуатын, қосымша электр қуатын қамту және қосылған жаңағы 20 гектарды қоршау жұмыстарын жүргізіп беретін болсақ, жаңағы Таза болашақпен өздерінің арнайы қондырғыларын әкеп қою бойынша олармен келіссөздер жүргізіліп жатыр қазір. Қосымша 10 адамды жұмыспен қамтимын деп отыр. Және көму жұмыстарын, экологиялық нормаларын бәрін сақтауға, полигонның жануына жол бермеуге бойынша тиісті шаралар қабылдаймыз деп отыр. Енді бізде соның полигонның құжаттары рәсімделіп бітті. Жер көлемі қазіргі таңда енді білесіз, қоршау бойынша біз арнайы материалдарын алып, қаржыларды алып, мемлекет сатып алу жұмыстарын ұйымдастырып жатырмыз қазір. Алып болғаннан кейін біз тек қана ол жерде аудандық бюджеттен істелетін болғаннан кейін үнемдеу мақсатында тек материалды күйінде аламыз. Ал қоршау жұмыстарын өзіміздің жаңағы Келес қызмет мекемесі қызметкерлерімен жүргіземіз деп жоспарлап отырмыз. Сол кезде бізге аудандық бюджетке арзандау түседі. Бізде қазіргі таңда 48 елді мекенімізде Бақтияр тазалық жауапкершілігі серіктестігі жұмыс жүргізіп отыр. Қалған елді мекендерімізде бізде енді барған, жұмыс жасаған, тиімсіз деп таныған, енді жаңағы шалғайда орналасқан елді мекендер болды бізде. Енді ол елді мекендерді біздің өзіміздің су шаруашылығы деген мекемеміз бар. Былай айтқанда ГКП. Соның уставына өзгеріс енгіздік. Былтыр Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында 9 техника ауданға қаржы қаралды. Облыстық бюджеттен 9 трактор телескісімен. Біз сол мекемеге өткізіп беріп отырмыз.